достар, сіздермен мен Тоғжан Калаев, және бүгінгі видеода мен блогерлердің фотоларын қайталаймын. Орыс блогерлердің фотоларын қайталаймын. Мен Елена Шейленің мына фотосын, Элли Дидің мына фотосын, және Афинка Дивайдың мына фотосын қайталаймын. Менің ВК группама жазылып тыңдаңыздар, ссылка видеоның астында болады. Ендеше кетті. Достар, мен Афинка Дивайдың фотосына шашымды жайдым, және де сары кофта кидім. Менде тура оныкіндей жоқ, кружка жоқ, сондықтан мен мынандай смурфики кружканы алам, келеді деген ойдамын. Және де оның ішінде бір кофе сияқты, сыртында мындай пенасы бар, және жалпыздар тұр, жапырақша. Ендеше қазір сіздерге не шыққанын көрсететін боламын. Менің ойымша ұқсаған сияқты. Ал Эллидің фотосына мен осылай екі шашымды екіге жіберіп, және де сары кофтамен жүре беремін, және де комнатаның фонында түсетін боламын. Онда қиындық жоқ деп ойлаймын. Не шыққанын өздеріңіз көріңіздер. Достар, мен Елена Шейленаның фотосын қайталаған жоқпын. Сондықтан мен Саша Спилбергтің мына фотосын қайталайтын боламын. Оған маған розовый кофта керек. Менде бар, бірақ ол суретпен. Сондықтан мен оны керісінше кие саламын. Сондықтан бұл келе береді деген ойдамын. Және де маған чупа-чупс керек. Мен оны сатып алған болатынмын, сары чупа-чупс. Бірақ ұстайтыны ақ болғандықтан мен оны қалдырамын. Және маған бетіме түрлі түсті жұлдыздар жабыстыру керек. Оны мен түрлі түсті қағаздан қиямын да бетіме жабыстырамын клеймен. Алынады деген ойдамын. Және де шашымды екі жаққа жібере саламын. Сонымен қазір не шыққанын көресіздер. Ұқсады ма? Міне достар, видео аяғына жетті. Фотолар 100% ұқсаған жоқ, бірақ мен тырыстым. Сіздерге видео ұнады деген ойлаймын. Онда видеоның астына лайк басамыз, каналға жазыламыз, және де қоңыраушаны басамыз. Ендеше мен сіздермен қоштасамын. Сау болыңыздар!